Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты дейді, ана адману лакум вахидатан. Мен домина мен ядман ли вахидатан адману лаху. Сонда кім маған бір нәрсені гарантия беріп, осыны мен істеймін деп гарантия кепілдік берсе, адману лахул жанна, онда мен оған жәннатта кепілдік бердім дейді, гарантия бердім дейді. Сонда Сәубан деген сахаба орнынан тұрып, әна я Расулалла деп айтып қалды дейді. Я Аллахтың елшісі, мен. Кен пайғамбарымыз сұрады ғой, кім кепіл болса бір іске, мен оған жәннатқа кепіл боламын деп. Сонда мен деген кезде ла тасалин наса шайя дейді. Ешқашан адамдардан еш нәрсе сұрама дейді. Содан Сәубан жады қамшысы түсіп қалама, бірдеңкесі түсіп қалама, ана жердегі бір нәрсені әперіш деп те айтпайды дейді. Әперіп жіберші аны деп. Өзі дейді. Бізде бар ғой, жалпы ол қарапайым сөз ғой, әперіп жіберші деген. Бұл не үшін деген кезде бұл мына жағында жатыр екен ол. Әперіп жіберші деген кезде ол өзің ал десе не істейсің? Күле аласың ба сол кезде? Күліп барып өзің ала алсаң, онда сіздің жаңағы әпеш деген сөзіңіз дұрыс. Ал егерде не болды сонша қиын болып кетті ме деген жалғасса, болды. Осындай проблемаларға абыройыңды түсірмес үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешкімнен еш нәрсе сұрама дейді мүлде. Әлемдердің Раббысы күллі жерді қамтып тұр ол. Мына жердегі билік, жердегі нәрселер, пайдалы қазбалар, қай нәрсе болсын, берекелер, күллісі оның қолында. Сонда қандай адамдардан еш нәрсе сұрама дейді. Сонда сізден проблема шықпайды ешкімге. Ешкімнен сұрамасаңыз, мысалы қандай нәрсе. Адамдар көбінесе сұрай беретіндер жек көреді ғой. Ал енді пайғамбарымыздың үмбеті сондай болып жүрсе қоғамда, ешкім жаңағыдай қамшың түсіп кетті ме, өзің ала сал дейді міне. Барып өзің ала саласың қамшыңды. Неге? Өйткені Аллах елшісі сізге осы істі сүйсе, осы іс сізге үлкен дәреже береді дүниеде де ақыретте. Ешқашан ол кісі бір жай ерігіп отырып, немесе жаңағындай бір артық бір сөйлей салатын кісі емес қой. Ол тек қана Алланың сүйген істерін сөйлейді сізге. Тіпті сол нәрсесі болса да, жаңағындай адамдардан еш нәрсе сұрама десе де, ол жерде ол кісі сізге үлкен байлық қалаған негізі. Дүниеде де ақыретте де сізді көтеретін істі бұл. Ешқашан адамдардан еш нәрсе сұрама дейді.